бізге ең алдымен құлпынайымызды жақсылап жуып аламыз. Жуып алып болған соң міндетті түрде кептіріп аламыз. Шоколадымызды водяной ваннаға ертіп аламыз. Ыдысымызға су құйып, отқа қойып, суымыз ысығанда шоколадымызды салып, дәл осылай мына ертіп алатын боламыз. Еріген шоколадымызға құлпынайларымызды кезегімен шоколадқа аунатып, сәндігіне қалауларыңызды қоссаңыздар болады. Мен жүрекше мармеладпен жаңғақты қолдандым. Мінекей достар, осылай аунатып алып, әсемдігіне қалаған үйде қандай нелеріңіз бар қоссаңыздар болады қалағанын. Дәл осылай қайталап отырамыз. Достар, қараңыздар, өте әдемі, керемет шығатын болады. Отбасыларыңыз қуанып қалатын болады. Мен қалған шоколадты осындай кондитерлік пакетке салып ертіп алдым. Осылай ұшын кішкентай ғана қайшымен қиып алып, шоколадымыздың сыртынан сәндейтін боламыз. Өздеріңіздің қалауыңыз, фантазияларыңызға байланысты әсемдеп ойлап шықсаңыздар болады. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мінекей осылай жаңғақтың сыртынан да